Ассаламу алейкум рахматулла. Бүгінгі тақырып мәд. Мәд дегеніміз созу, тарту, арттыру деген мағыналарды білдіреді. Тәжвид ілімінде созылыңқы дыбысты мәд деп атаймыз. Мәд әріптері үшеу. Олар әлиф, яй және вәу. Бұл әріптер өздерінен алдыңғы әріптің харакатымен қосылып, екеуі созылыңқы дыбыстың пайда болуына себепкер болады. Сондықтан бұл әріптер мәд әріптері деп аталады. Мысалы, әлифтің алдына фәтха келсе, екеуі бірге созылып, деген дыбысты білдіреді. Немесе жуан әріптерде о деген дыбысты білдіреді. Келесі, яй әріпінің алдында и, яғни кәсіра келсе, екеуі бірдей и деп созылып оқылады. Үшінші, вәудің алдына дамма келсе, екеуі бірге о деп созылып оқылады. Енді мысалдарға кезек берейік. Қола, қида, сәбитун, тәбә, ихдина, ятимун, кәррамна, сома, أكابر نزلنا رمضان إننا فلما قيل تبارك متاع سمعنا جديدا نوح هودا أعوذ جعلني عليم تكون ساهون روح نبتغي نسينا. Егер тақырып түсінікті болса, видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.